Петровск қаласында екі бала өзінің досына келіп, оны өлтіріп кетеді. Үйіне келген анасы баласын пышақталған және балғамен ұрылған өлі денесін табады. Олар тек досын өлтірмей, солай барлық ақшаларды алып кеткен. Жас қылмыскерлерді тапқан соң олар компьютерлік клубқа ақша жетпегендерін айтады. Оңтүстік Кореяда жас жұп бірге онлайн баланы өсіру ойына қызығып, бірнеше күні интернеттен шықпаған. Сол уақытта өз баласы қарны ашып өліп қалған. Сот жас ата-аналарды 2 жылға түрмеге отырғызған. Америкалық Ходсон Вули EverQuest ойынын жақсы көрген соншалық, алдымен өзінің жұмысымен достарынан айырылады. Одан кейін ішімдік пен наркотикке бет бұрады. Соңында тіпті отбасынан айырылып қалады. Аяғында қатты депрессияға ұшырап, өзіне қол жұмсайды. Денвер